Сәлем достар, сіздермен мен Айгерім. Сіздермен бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын картошка менен чөберектің рецептін бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен ыдысымызға ұнны илегіштен өткізіп, ұнды дайындап алып, қайнап тұрған ыстық суға 1 шай қасық тұзымызды салып, оның үстіне ыстық суымызды құйып, үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап вилканың көмегімен осылай араластырып алатын боламыз. Одан кейін қолдың көмегімен жақсылап қамыр илеп аламыз. Осылай орташа жұмсақтықта болады қамыр. Пакетке салып 20 минутқа қойып, картошкамызды қайнатып дайындап аламыз. Қайнатылған картошканың үстіне тұзымызды және де бұрышымызды салып, картошка езгішпенен жақсылап езіп алатын боламыз. Жиырма минутқа тұнып тұрған қамырды алып, ұнның көмегіменен кішкене осылай рулет тәріздес етіп дөңгелетіп алатын боламыз. Шетінен алуға ыңғайлы болу үшін тараз болса таразбен немесе мен сияқты көз мөлшерменен бөліп аламыз. Дәл осы рецептпенен менде 13 штук чөбереки шықты. Көз мөлшермен барлығын осы дөңгелетіп алып, толық қанша граммнан кететінін описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Дөңгелетіп алғаннан кейін үстінен қаязып қалмас үшін майлықтың көмегімен жауып, шетінен алып, осылай жайып аламыз. Осылай дөңгелек етіп барлығын жайып, ішіне қайнатылған дайындалған жаңағы картошка салмамызды салып, дәл видеодағыдай жайып саламыз. Шет-шетін қолдың көмегімен осылай басып шығатын боламыз. Екіншісінде көрсететін боламын. Мұқият қараңыздар. Картошканы осылай жайып салып ішіне шет-шетін қолдың көмегімен басып, және де вилканың көмегімен осылай шет-шеттерін сәндік үшін басып шықсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша баспасаңыздар да болады. Майымызға, орташа қызып тұрған майымызға салып, орташа отта пісіріп аламыз. Осылай видеодағыдай екінші бетіне май құйып отыру арқылы қызартып пісіріп аламыз. Чөберектеріміз дайын болды. Өте дәмді, арасы таза піскен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Менімен бірге болғандар үшін рахмет. Сау болыңыздар.